Баршаңызға сәлем достар. Арнама қош келдіңіздер. Видео рецептте көріп тұрғандарыңыздай, бүгін ерекше пельменнің түрін жасап көреміз. Пельменді де түсті қып жасауға болады. Және бояғышсыз табиғи түрде жасаймыз. Ол үшін мен 2 дана жұмыртқа алдым. Оған 1 ас қасық сұйық май, мендегі зәйтүн май болды. Жарты шай қасық тұз қосамыз. Және 1 үлкен пучок шпинат деп аталатын шөптерді қосамыз. Пельменіміздің түсін келтіретін осы шөп болады. Шөпті осылай видеодағыдай турап аламыз. Турап алдын дайындап қойған жұмыртқа майымыздың үстіне салып, жақсылап блендерлеп аламыз. Яғни сұйық смузиге айналдырамыз. Міне қоспамызды сұйықтандырып, осында бір қиыркіге келтіріп аламыз. Енді осыған ұн қосамыз. Ұнымызды қашан қамыр болып пайда болғанша илейміз. Яғни кәдімгідей пельмен, манты жасайтындай қылып, тығыздау, жұмсақ емес қамыр жасаймыз. Міне қамырымыз дайын болды. Енді ол қамырды демалдырамыз. Фарш дайындаймыз. Фаршымызға мен алдын ала жуан мен чесногымды араластырып қуырып аламын. Жуаны шикілей қоспай, осылай алдын ала қуырып алсаңыз, пельменіңіз сочный болып шығады. Фаршты сиыр етінің фаршынан алдым. Жуанымызбен араластырып, тұз, бұрыш және де мантыға арналған приправадан да қоссаңыздар да болады. Мінекей фаршымыз да дайын болды. Енді қамырымызды жайып, пельмен бүгуге дайындаймыз. Мендегі пельмен бүгу техникасы осындай, яғни қамырымды домалақ емес, төртбұрышты қылып келтіріп аламын. Қамырымды дайындап қойдым. Енді пельменді бүгеміз. Осы түсті пельменімізді қайнатқанда бір ескерту айтып кетейін. 5 минуттан артық қайнатпаңыздар. Яғни қайнап тұрған суға немесе бульонға 5 минуттай салып аласыздар. Мінекей осылай пельмендеріміз дайын болды. Бірнеше шығады. Мен тең жартысын заготовкеге де алып қоюға жеткіземін. Рецепт сіздерге ұнады деген үміттемін. Каналымда алғаш рет болсаңыздар, тіркеліп, лайк, комментарий қалдырыңыздар. Назарларыңызға рахмет. Сіздермен бірге болған Дина.